Жастар қуатты Қазақстан үшін осындай атаумен бүгін Оралда республикалық форум өтті. 2000-нан аса адам Атырау мен Маңғыстау жастары да телекөпір арқылы тікелей қосылған жиынға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Алға Қазақстан, жасасын Қазақстан деп ұрандатқан жас буын елдің қуатты ертеңіне бек сенімді. Сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаев өңірдегі маңызды индустриялық кәсіпорындарды аралап көрді. Оралдан Еркін Таңатқанұлы баяндайды. Қазақстан жастары арманшыл, белсенді, өнерлі әрі жігерлі. Қоғамның қай саласында да олардың қолтаңбасы анық көрінеді қазір. Мемлекеттің басшысы елдің тірегі де ертеңгі жас буын екенін, бүгінгі кешенді істерді ілгері бастырар да жастар екенін айтты. Бүгін мінекей ақжайық жағасында бүкіл Қазақстанның мыңдаған жастары жиналып отырсыздар. Рухы азат, білімі кемел, жас қырандар елдің болашағының басты үміті сіздерсіздер. Менің бастамаларымды іске асыратын сенімді серіктестерімді сендер болдыңдар. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жасыл ел, дипломмен ауылға секілді бағдарламаларды жүзеге асыруда жастардың еңбегі елеулі екенін атап өтті. Қолжетімді баспанада жастар үшін шетелге шығып оқимын деген талапты жасқа шектеу жоқ, қайта көмек көп. Білімге бөлінетін қаржы 4 жылда 2 есе өсті. Жас достар, ынтымағы жарасқан елдің ырысы несібесі мол болады деген халқымыздан қалған сөз бар. Дүниеде зауыттар жабылып, ел жұмыссыз болып жатқан кезде біз керісінше жаңа завод фабрика ашып, халыққа жұмыс беріп, жағдайын түзетіп жатырмыз. Ол мемлекетіміздің мықтысының арқасы. Қазақстанның ел болу үшін 2050 жылдағы биік белестеріне нұрлы жол менен бірге қадам басайық. Алға жастар, алға Қазақстан! Ұмтылған жетер мұратқа форумда елге танылып үлгерген жастардың бір шоғыры көп алдына шықты. Кезінде ұлы бабаларымыз айтқандай, шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды сақтайды. Тұлпар ерді сақтайды, ер елді сақтайды деген. Сіз елімізді қырағы көзді қырандай қорғап, әлем сахнасының төріне шығардыңыз. Мен сізге шексіз перзенттік алғысымды айтамын. Форумға Маңғыстау мен Атырау өңірлеріне де жастар телекөпір арқылы қосылды. Бүгін мұнда мыңға жуық жас мұнайшылар, спортшылар, студенттер, теңізшілер, жастар ұйымдары және этномәдени бірлестік өкілдері Каспий жағалауына жиналып тұрмыз. Жас буынға жасаған қамқорлығыңыз үшін сізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Тек біз ғана емес, бүгінгі бейбіт өмірі мен кемел келешегі үшін күллі қазақстандықтар сізге риза. Атырау облысында соңғы жылдардың өзінде ондаған индустриялық жоба іске қосылып, мыңдаған жұмыс орны ашылды. Қаншама әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Бұрын-соңды облыста, тіпті республикада шығарылмаған өнімдер шығарылуда. Оның барлығы әрине сіздің тікелей басшылығыңызбен жүзеге асып жатырғанын біздер жақсы білеміз. Мемлекет басшысы сол жастар арқылы екі өңірдің де тұрғындарына ризашылығын білдірді, ізгі сәлемін айтты. Оралдағы теннис орталығын жас буынның жалыны кернеп тұрғандай. Еліміздің даңқын, атағын шығаруға, абыройын көтеруге алдағы уақытта. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Орал трансформатор зауытына барды, ұжыммен кездесті, жөн жоспарды білді. Өткен желтоқсанда ғана ашылған кәсіпорынның тұтас құны 6,3 миллиард теңге, жылына 10 мың дана қондырғы шығармақ. Оның 70% сыртқа сатылады. Бұл жердегі технология таза италияның, ал қондырғылардың ерекшелігі сонда ыңғайлы әрі ықшам. Бірақ бұрынғыдан әлдеқайда төзімді дейді мамандар, тіпті 25 жылға шыдап береді екен. Мамандары өзіміздікі Кентау трансформатор зауытынан өскен. Кентаудағы үлкен зауыттың тарихы әріде жатыр. Кәсіпорын мына дағдарысқа дейін жылына 5000 дана трансформаторды Ресейге сатып келген. Енді Оралда да зауыт ашып, нарыққа бір табан жақындай түсті. Осы заводқа именно бүкіл Европаның технологиясын алып келдік.
Бұл енді бұл технологияның бір ерекшелігі, бұл жерде в основном герметичный трансформатор шығарады. Ол герметичный трансформатордың несі 25 жыл былай қарағанда май кислородпен байланыс жоқ. Сол себептен окисление болмайды. Ол 25 жыл трансформатор работает без обслуживания. Дания Князова жас маман, әлден белсенді әрі ұқыпты Алматының энергетикалық колледжін бітірген. Негізі ораушы ол трансформатордың жүрегі болып саналады. Осы біз қалай жақсы ораймыз, сондай трансформатордың качествосына байланысты. Жақсы орасаң, трансформатордың качествосы да жақсы болады. Орал трансформатор зауытында қазір 150 адам жұмыс істеп жатыр. Өндіріс толық қуатына көшкенде 500-600 адамды жұмыспен қамтымақ. Оралда ауқымы да кең, тарихы да терең зауыт Зенит деп аталады. Екінші жиһан соғысында қуатты қару шығарған кәсіпорын қазір кеме құрайды. Қорғаныс министрлігі мен шекара қызметінің тапсырыстарын орындайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпорынның стратегиялық маңызын атап өтті. Зауытта шығатын кеме қайықтардың үлгісін көрді, күш қуатын бағамдады. Эти корабли нужны нам сейчас. Развиваются нефтяные комплексы, нужно охранять. Границу надо охранять. Работа у вас есть интересная. Это машиностроение. Да. Индустриальная программа осуществляется. Государство помогает. 912 адам тер төгіп жатқан зауытта қазір орташа жалақы 126 мың теңге. Кемелері заманға сай қондырғылармен жабдықталады. Корпусынан бастап, неден алып, бәрін өзіміз жасаймыз. Осының бәрін жинап көтереміз. Мысалы, қаруларды, нелерді, оны заказчиктар бойынша, осы шекарашылар, осы нелер, олар өздері табады, өздері алады, сосын олардың ұсынысымен біздер аламыз. Батыс облыста 48 этномәдени бірлестік бар, 15-і Оралда. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өңірдің шығармашылық өкілдерімен, этномәдени бірлестіктер мүшелерімен, ауған соғысы ардагерлерімен де кездесіп пікірлесті. Ортақ байлам, татулық пен бірлік, бейбітшіліктің тірегі. Еркін таң атқан лайықын дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Орал.